Енді бидай бұрынғыдай қапқа салып тасымалданбайды. Биылдан бастап астық төтесіне вагондарға жүктеледі. Міне дәл осылай. Ондағы мақсат қырдағы алтынның экспортын арттыру. Сөзсіз Қазақстанның астығына сұраныс жоғары. Тіпті Қытай жылына біздің бидайдың 1 миллион тоннадан астамын сатып алуды көздеп отыр. Бұл туралы бүгін Ауыл шаруашылығы министрлігінде үкімет басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевтың қатысуымен өткен алқа мәжілісінде айтылды. Біздің астығымыз бүгінгі күні конкуренттік сапада жылдағы экспорттық мүмкіндігіміз 7 миллион тоннаға жетеді. Ал қазіргі кезде біз 5 миллионнан тонна артық астықты экспортқа шығардық. Ауыл шаруашылығы мамандары мал басының санына да тоқталды. Мәселен, елімізде бүгінде 2 миллионға жуық жылқы, 6 миллион сиыр және 18 миллионнан астам қой бар. Осы тұста алқа мәжілісінде ет экспорты әлеуетінің де сөз болғанын айта кеткен жөн. Былтыр шетелге сатылған ет салмағы 16 мың тоннадан асты. Биылғы жоспарға сәйкес 30 мың тонна етті экспорттау көзделіп отыр. Бүгінде отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер ішкі нарықтың 97%-ын ірі қара етімен қамтамасыз етіп отыр. Яғни сиыр етінің импорты небәрі 3%.